Бұл есепте бізде мынандай үш жиын берілген екен. А және Б және С жиындары берілген. Олардың өзара қарым-қатынастары да берілген. Қай жерінде олар қиылысады, қай жерінде олар қиылыспайтындары. Осы жиынның элементтерін атаңдар дейді. Олардың арасынан тең жиындарды көрсетіңдер және сәйкес теңдіктерді жазыңдар дейді. Ең біріншісін қарайық. А, Б, С. Бірінші айтады. А мен Б мынау қандай символ? Бұл бірігуінің символы. А мен Б-ны біріктіріп, яғни ол мына А-ға да Б-ға да кіретін, А мен Б-ға кіретін барлық сандар, иә? 6, 4, 67, 45, 54 тағы сол сияқты. Және оны С жиынымен біріктіріңдер дейді. С жиынымен қиылыстырыңдар дейді. Яғни ол қай сандар? Ол мына 3 сан. Мына А мен Б-ға да кіреді және С жиынымен қиылысады. Сонда бізде былай болады. А мен Б-ның бірігуі және С мен қиылысуы былай болады. Бұл 67, 45 және 57. Өйткені бұлар А мен Б-ға кіреді, А мен Б-ның бірігуіне кіреді. А мен Б-ның бірігуі мына жердің барлығы. Осылардың барлығы А мен Б-ның бірігуі. Және С жиынымен қиылысады. С жиынымен қиылысатын жері ол мына жері ғана. Ол мына жері ғана. Сонда оған кіретін элементтер 67, 45, 57. Сызықтарымызды алып тастайық, қайтадан жазамыз. Екіншісін қарайық. Бұл біріншісі. Екіншісінде бізде А мен Б-ның қиылысуы және С мен қиылысуы дейді. Бұл екеуінің шешімінің С мен қиылысуы. Бұл қандай сандар екен? А мен Б-ның қиылысуы деген ол екеуіне де кіретін сандар. Ол тек қана мына жер болып табылады. Ал енді бұны тағы да С мен қиылыстыратын болсақ, ол С-ға да кіретін сандар деген сөз, ол тек қана мына жер болып табылады. Сонда бұл тек қана 45 болады. Тағы сол сияқты жалғаса береді. Мысалға 8-шісін қарайық. А бірігуі, Б бірігу, С. Бұл Б мен С-ны біріктіреді, яғни Б мен С-ның бірігетін жерлері мына жердің барлығы екеуіне де кем дегенде біреуіне кіретін сандар. Бұл 5, 54, 45, 7 барлығы Б мен С-ның бірігуіне кіреді. Және бізде А бар. Енді оны А мен біріктіреді. Сонда бізде мына сандардың барлығы деген сөз. А-ға да, Б-ға да, С-ға да кіретін сандардың барлығы. Сондықтан мына жерде тұрған сандардың барлығы болып табылады біздің жауабымыз. Әзірге жазып кетейік. Барлық сандар деп. Суреттегі барлық сандар. Және 9-шысы бізде 8-шісі мен 9-шысы өте ұқсас екен. Бұл екеуі бірдей. 8 мен 9 екеуі бірдей. Ал 7-ші. 7 бізде кішкене басқашалау екен. А мен Б-ны бірігеді. Және С мен бірігеді дейді. Бірақ біз қарап тұрсақ, ол да дәл солай. Біздер бірінші А мен Б-ны біріктіреміз, мына екеуін. А мен Б-ны екеуін біріктіреміз. Сосын оған тағы да С-ны қосамыз. С мен де біріктіреміз. Үшеуі бірге бірігеді деген сөз, осы сандардың барлығы деген сөз. Барлық сандар. Бұл да барлық сандарға тең. Сонда бізге 7 мен 8 екеуі бір нәрсені көрсетіп тұр деп айтуға болады.